пиццасының дәмін көрейік достар. Вай, да қараңдаршы. Андық қоямын, айдайтын машина екен адам. Бөлінбейді ғой қарасаңшы. Обычно пиццалар бөлініп кетеді, анау бөлінбейді. Нағоны астана. Достар, видео басталмастан бұрын сіздерге айта кетейін, менің достарым Моста қазір өте керемет, ең мықты компания, және де олар достар бізде 2009 жылдан бері жұмыс жасап жатыр. Ол жерде егерде сіздер спортқа қызығатын болсаңыздар, сіздер үшін ең үлкен коэффициенттер және ең тез төлемдерді жасайтын менің достарым, және де сол достарым сіздер үшін арнап менің промокодыммен сіздерге арналған 140 000 теңгелік бонусты қарастырған болатын. Осы бонустарды алғыларыңыз келсе, төмендегі сілтемеге өтіп тіркеліңіздер. Чотам ба, жігіттер? Сет чотам. 60 штук суши, пицца, кола және фри бар. Доставка тегін. Чотам ба не? В общем, достар, бұндай керемет сетті бірге жеуге бүгін маған Дейлин көмектесетін болады. Чотам. Чотам. Сөйт менің ағам. Чотам. Достар, в общем, білмеймін енді 5500 теңгеге, реально 5500 теңгеге алдық. Тиктокта хит болып жатқан барлықтарыңыз білетін шығарсыздар. Сет чотам. 60 штук суши, бір пицца, кола, фри. Бар болған 5500 теңге. Чотам ба? Жеткізу тегін. Қазір енді дәмін көретін болсам, сол 5500 теңге тұрарлық па, жоқ па? Түрлеріне қарасаң енді кішкене 500 теңге сияқты ма? Бір андай бір 500 теңге сияқты ма, бір чуть-чуть андай қара наварды қалай болып жатқан қарасаңыз, айбай навар. В общем, жестко болып жатыр. Қазір барлығын дәмін көріп, оценка беретін боламыз. Чотам ба? Кеттік, ал онда бастайық. Так, неден бастаймыз бірінші? Так, біз өзіміз өмірімізде қолдан білмейтін таяқты алайық. Так, хоп. Так, надан көрін. Сарысынан ба, дау. Так, давайте мен. Вообще не достар, суши жемеймін. Суши ұнатпаймын. Суши ұнатпайды. Көп жемеймін достар. Ұмытып кеттің ғой сен суши ұнатпайды. Дәмін көретін боламын қазір. Давайте, так, кеттік. Кеттік. Бісмилля. Сухой ма? Сухой. Нормально. Нормально ма бірақ? Қайыр, көрейікші. Хоп. Ойбай. Бірақ сухой. Ну, обычный нормальный жетпейді сияқты бір кішкене, білмеймін бір. Так, надан көрейікші. Какой-то начинкасы бар енді, хотя бұл сухой болмайды шығар. Ош, еще алудай дейсің бұл таяқпен. Ош. В общем, наны көрейік. Фрейн. Ну, кстати, нормально. Не так. Енді біз, достар, 5500 теңге болғандықтан бір прям говно нәрсе күттік, былайша айтқанда, шынын айтсақ. Фрейн, перчик па, не ойлан ол? Честный отзыв жасайтын боламыз ғой енді, честный отзыв. Тұзы жоқ қой мынау. Тұзы жоқ па? Фрейнің тұзы жоқ, в общем. Кстати, достар, доставканы, осы сет чотамды доставканы бізге 2,5 сағатта келді. 2 сағат деді, бірақ 2,5 сағатта келді, в общем. И, кстати, доставканы үйге дейін әкелмейді. Сырттан күтіп алу керек өзің. Қазір мынаны көрейік ал. Чё? Қалай? Нормально сияқты. Қолмен ұрып жатыр ғой, мен өзімде бүйтіп таяқтар алып отырсам. Байтынан, балықтарын қараңдар, достар. Не деген жұқа анау балықтар. Балық жоқ қой, мынау. Просто күріш пен майонез сияқты ғой, қараңдар. Балығын қараңдар. Кіп кішкентай, достар. Нормально. Қатты ма? Пойдет. Отсушник ташып. Ну, в общем, балығы кішкене болсын, дәмі сезіліп тұр енді, базарда бірдеңе бар екен. В принципе, мен прям сушидің любитель емеспін енді, достар, бірақ в принципе нормально сияқты дәмі. Келесін көрейікші, мынау қандай тұр өзі. Аттарын білмеймін, если что. Мынаның Филадельфия екен білем тек. Так, келесін көрейік, кәне. Так, мынау не сесе білген. Ладно, достар. Mesela алып отыр, мен құсым жоқ. Одан жүрек дайын чепсе. Көрейік яны. Ну, так себе, достар, мынауының дәмі так себе екен, маған вообще ұнап тұрған жоқ что-то. Нормально екен, достар. Нормально ма сол? Пайда осы ішінде ең нормальный сияқты андай. Сухой емес, типа, надо тоған. Нормально сол.
Соус решать етіп тұрған сияқты мына жерде. Ой. Давай на васабимен жеп көресің. Ой. Уж түріне қап жегім келмей тұр мен деген. Түрі ұнамай тұр. Мынаны чуть-чуть дәмін бүйтіп мындай. Ой, чуть-чуть бүйтіп қосып бүйтіп бар. Так. Көрейік ал достар, менің жейтін бағым васабимен сіздер үшін. Мынаны көрейікші достар. Кәдімгі. Самый Күріш. обычный, иә? Обычный кәдімгі. Васаби Көрейік ал. ащы емес қой. Кстати, достар, біз мына қара соусты қолданайық. Осыған батырса вроде нормально болу керек. Кстати, васаби вообще ащы емес, достар. Почему-то ащы емес. Обычно васаби жегенде. Десе. Жемең нан достар. Так, пиццасының дәмін көрейік, достар. Вай, да, қараңдаршы. Андық қойым, айдайтын машина екен, адам. Бөлінбейді ғой, қарасаңшы. Обычно пиццалар бөлініп кетеді, анау бөлінбейді. Нан ғомды астан. Обычный лепешка ғой, үстіне 3-4 колбаса салған. Так, давайте дәмін көрейік бұның да қазір. Оп. Пиццасы енді база жоқ, мощный екен мен көр. Көрейік ал. Айбай. Наңғар. Достар, наңғарыңдар. Колбасасының өзі қандай болып қалып қойып жатқан қараңдар. Что-то колбасасы некачественный сияқты. Наңғарыңдар. Что-то колбасасы бір түрлі сияқты. Наны сағыз сияқты ма? Шошқаның колбасасы емес па? Ол да болуы мүмкін, иә? Намат ма? Не то достар. Что-то пиццасы реально что-то не то, достар. Пиццасы говно. Ой, құсу атамын видеода. Қоя салайын достар. Хотя бы реклама алғанда кім атыра зат реклама етпей ма? Дәм нормально. Соны айтамын да, бір кішкене арзан дей бермей, достар. Так, мен нанның дәмін көрген жоқпын. Давайте нанның дәмін көретін боламыз. Так, қалай екен бұның да? Ну, Ит та жоға бере салады. ничего, айшақ деген ит бар ғой. Ит жей салады. Кстати, мен фрейнің дәмін көргім келіп тұр. Фрейнің дәмі қалай екен? Фрей осындай, достар, если что көрсетіп кетейін, ойбай төгіліп жатыр. Базар жоқ, үстіне просто перецті аямай сепкен ғой, қараңыздар, достар, просто аямай сепкен ғой. Бір кішкене тұз сепсе болар еді да, енді бір да. Перецті себе бермей. Кішкене тұз сепсе, может быть, нормальный картошкалар еді. И в целом барлығы суып қалған. Енді 2,5 сағатта келді. Конечно, суып қалады. Курьер, походу, туда-сюда, Алматы кататься. Всегда сондай ше, осындай сет заказ ететін жерлер. 2 сағатта бәк келеді. Давай что-то бірдеңе істеп көрейік. Араластырып көрейік бірдеңемен. На, ішсейсен. Сушидің сорпасы ғой. Давайте бүйтейік. Наған батырайық. И дейлин аузыңдашы, давай. Ой, жемеймін мен, құс жібермін. Құсасың ба уже? Уже құсайын деп жатсың ба? Что-то мынаның дәмін көреміз ғой, болмай кетті ғой. Не ол? Білмеймін, осы жапырақтар не осы, достар? Комментарий жазып кетіңдерші, осы жапырақтар не үшін керек вообще? Мен басында мороженое деп ойлайтын едім. Жасыл екеуін. Ең бірінші мынандай суши. Отравление болып қалған жоқ па енді? Сушиді бірінші жегенде. Достар, в общем, мен бірінші рет өмірімде суши жегенде осыдан бастап жегем. Прям енді шыққан кезде, Қазақстанда хит болған кезінде, білмеймін, 6-7 сынып шығармын сол кезде. Осыны бірінші рет жегем. И мынау ебать құсып қойғанмын осыдан бар ғой. Осыдан құсып қойғанмын обычный. Ең обычный осыдан. И сол кезде ойлағам суши говно, анау мынау деп. Одан кейін бірақ мынандайларын жедік. Осындайлары более-менее енді. Мынаның ішіне қарасаңыздар, достар, как будто говномен араластырып салып жүрген сияқты. Білмеймін, сіздерге көрініп тұр ма?
В общем, көрсететін боламын қазір. Мен вообще суши жемеймін, сол ұнамайды маған суши деген. Мына соустарын көрсетіп кетсе қалай тұрғанын. Достар, мына соустың қалай тұрғанын қараңыздаршы. Просто қалай тұрғанын қараңыздаршы. Пофиг, бетіне андай бір туалетте отырып бетіне түшіреді ғой. Сөйтіп түшірген сияқты қылып салған ғой. Соустарын вообще андай бір әдемілеу деген жоқ қой. Похуй тұр ғой. Мысалы қараңыздаршы достар, мынаны қараңыздар, не пәле мынау. Мынау не пәле соус деген. Похуй жаба салған ғой. Мынаны қарасаңдаршы, бүйтіп ашылып кеткен ғой мынау деген. Мынау емес па? Просто соуспен. Вроде бы, да, достар, просто соуспен арналған Онда түрі. бүйте саласың ғой. В общем, дәл сол, вроде бы, қателеспесем енді. В общем, достар, давайте енді дәмін көрдік в целом барлығының. Давайте енді оценка бершек. Осы сетке в целом қанша оценка береміз. Так, пицца. 10-нан есептейді ма? 10-нан неше бересің пиццаға? Так, давайте бедейік. Так, пиццаға мен, достар, 10-нан 2 берем. В общем, колбасасы точно анаң арзан колбаса. Қамыры бычып Қамыр болады. піспеген ғой ше. Қамыры піспеген еще, достар. В общем, не тот пиццасы. Так, одан кейін фри. Ну, фри, картошка нормально, типа, достар, картошкасы нормально. Тек тұз қоспаған сияқты кішкене, я? Ну, 10-нан 5 па, сондай. Мен мынау жеп көрмедім. Жегім де кетті жоқ. Мен в целом достар суши жемеймін. Былай да нормальнысын жесем де құсқым келеді. Сол үшін жемеймін мен достар. Давай бір регать етіп жіберсең. Болды. Бүгін, достар, Дейнен бізді аяп тұр кішкене. В общем, Филадельфияға келетін болсақ, балықтары мынандай жұқа. Ну, типа, в целом, ну, нормально, достар. 10-нан примерно 5 берем тоже. Мынау енді келесісі, достар, ойбай, жабысып жатыр ғой, қарасаңызшы. Жабысып жатыр ғой, достар. Айбай. Ну, в общем, достар, бұл пиццаға мен... Ой, пицца деп ғой, сушиға. Түрінген болып. Құс жүрмеш қазір видеоның уақытында. В общем, мынаған 10-нан 2 берем, достар. Что-то дәмі не очень. Так, келесісі ол бізде мынау. Так, бұған қанша бересің сен? В принципе, нормально. 5 па. 10-нан 6 берем. Нормально, в принципе, достар. Так, келесісі ол бізде мына сары. Сары ташаққа 4 па? Мен 5 берем, достар. В принципе, нормально, жеуге болады. Так, мынаның дәмін мен көрген жоқпын енді. Сен көрдің, неше бересің? Бір ғой. 10-нан 1 беріп жатыр. Одан кейін бізде, достар, мынау. В общем, жаңағы сарының начинкамен түрі. Ну, в принципе, ең сухой емесі осы. Нормально. 10-нан 7 берем оған. Нормально. В принципе, осы ғана ішінде, типа, более-менее дәмі бар, әйтеуір более-менее. 500 теңге одан кәдімгі барып. Тамақ алып, макарон алып келіп 500 теңгеге. Ет алып келіп пісіріп жесейші одан. Пісіретін адам айтты ғой. В общем, достар, в целом... Боксмастер деген. В целом, сетке оценка беретін болсақ, ну, типа, тойымды, база жоқ. Мынау 5500 теңге, мынау 3 адам болып жесең де тоясың, мынаны точно. Но біздің беретін бағамыз 10-нан 3 берем мен, сенші. 4. 10-нан 4. В общем, 5500 теңге вроде арзан тұратын шығар, может быть, енді білмеймін. Доставка ақша төледің ба? Доставкаға тегін, кстати, достар. Еще кола, хотя бы колаға сау болыңдар, жігіттер. Өздерінің коласын бергенде, жүн кола емес қалай андай бар еді ғой, әртүрлі кола. Джамбо кола. Джамбо кола емес, хотя кока-кола береткен, соған да рахмет. Ал сіздерге видео ұнады деген ойдамын. Чотам, сет чотамды достарыңа жібердіңдер. Қалай ойлайсыздар? Мұнаның барлығын көрдіңіздер, достар. Чё там суши? Чотам суши ғой, жігіттер, в общем. Түсінмәдім. Комментарий жазып кетіңіздер, сіздерге видео ұнады ма, ұнамады ма? Ал енді сіздер болған Флейс, то есть Бекзат Оразбайұлы, және де Дейлин Ершат Оразбайұлы. Давайте.